Екеуінің бірінші жекпе-жегі 2018 жылы өткен болатын. Менің ойымша бұл жолы Дастин басқа геймпланмен шығатын болады. Дастин не ойласа да, не істесе де біз барлығына дайынбыз деп ойлаймын. Өйткені біздің арсеналымызда көптеген әдіс-тәсілдер мен аспектілер жеткілікті. Мен Дастинға бірінші жекпе-жекте жеңіліп қалдым. Қазір қарымта қайтаратын уақыт келді. Мен ол жеңілісті қабылдай алмаймын. Сондықтан дайындықты күшейтіп, келесі жекпе-жекте мінсіз өнер көрсетемін. Алекс әрине өте қауіпті жауынгер. Бірақ менің тапсырмам жекпе-жекте қылқындыру әдісімен немесе нокаутпен жеңу. Әрине оған деген құрметім бар. Алексті жеңсем белдікке таласуға мүмкіндік аламын. Сондықтан бұл жекпе-жек мен үшін өте маңызды. Чемпион болудың қандай екенін білемін, және бұны тағы да сезінгім келеді. Мен оның кикбокстан чемпион болғанын, жартылай ауыр салмақта чемпион болғанын көрдім. Және сол кездегі керемет соққыларды тағы да көріп тұрмын. Сіздер таңғалатын боласыздар, бұл басқа Оливейра. Кетті, уақыт жақындап қалды. Енді бір апта.